Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өте дәмді және дәмі ерекше хит салат, фантазия салатын жасап көрсететін боламын. Ол үшін бізге ең алдымен қызыл бұршақ, жүгері, тауық еті, майонез, қияр және де сәбіз қажет болады. Ең алдымен сәбізіміздің қабығын тазартып, жуып алған соң, оны осылай үкіштен өткізетін боламыз. Осылай корей салатын жасайтын боламыз сәбізден жасалған, немесе дайын корейский морковный салатты қоссаңыздар да болады. Мен өзім жасадым. Менің корейский салатының рецептін YouTube каналынан таба аласыздар. Қазір бұл видеода қысқа ғана көрсететін боламын. Сәбізімізді үкіштен өткізіп, оған тұз, бұрыш және де осындай чим-чим соусын қосамыз. Қалауларыңызға қарай ашылау бұрыш қоссаңыздар да болады. Соусымызды бұрыштарымызды салып, осылай жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, соус сіңу үшін 15-20 минутқа бөлек қалдыратын боламыз. Салатымыздың соусы сіңгенше, келесі кезекте қиярымызды жуып алып, осылай бірнеше тіліктерге бөліп, соломка тәріздес етіп турап шығамыз. Қиярымыздың барлығын осылай видеодағыдай турап шығу қажет болады. Қиярды бірден сәбізбен бірге заправить етсеңіздер де болады, немесе осылай жеке өзін турап қоса берсеңіздер де бола береді. Қиярымызды турап болған соң, үлкен табамызға саламыз, және де келесі кезекте осындай ысталған тауық етін қосатын боламыз. Сіздер ысталған тауықтың орнына суға піскен тауықты немесе өздеріңіз маринадтап, пешке пісіріп қоссаңыздар да болады. Кейбір жағдайларда колбаса қолдануға да бола береді. Тауығымызды да осылай жіңішке тіліктерге бөліп турап шығатын боламыз. Оны да туралған қиярымыздың үстінен табамызға саламыз, және де келесі кезекте консервіленген жүгеріні және де қызыл бұршақ, яғни фасольді қосамыз. Оның үстінен дайындалған осы корейский морковный салатымызды қосатын боламыз. Бәрін салып, үстінен майонез қосамыз. Бұл салат өте дәмді болып шығады және дайындалуына көп уақыт кетпейді. Міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер. Салаттың дайындалуына менде бар жоғы 20 минуттай ғана уақыт кетті. Майонезімізді қосып, салатты жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алып, оны тоңазытқышқа 30 минуттай уақытқа қалдырамыз. Салат өте дәмді болып шықты, дәмі өте ерекше. Міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер. YouTube каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.